Дилмар тележобасының екінші маусымы ерекше сәттермен есте қалды. Алдарыңа келген соң өнеріне салайын. Бұл жолы бағдарламаға түрлі ұлт өкілдері қатысты. Орыс қызы болсам да, қазақ деп соғар жүрегім. Конституцияның бірінші бабында ең қымбат қызына Сондай-ақ Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Абай және Алматы облыстарынан келген пікірсайысшылар бәсекені қыздыра түсті. Атасыз үй батасыз, анасыз үй панасыз, қарттар үйінде пана тапқан қарияларды қайда орналастырамыз? Жалпы тақырып өте өзекті. Ондай сөз мүлде Тартысты сөз бәйгесінде Жетісу облысының зерде тобы жеңіске жетті. Екінші орында Түркістан облысының Алтын Сапа тобы еленсе, үшінші орынға Жетісу облысынан қатысқан Жалын тобы лайық деп танылды. Ал Дилмар бағдарламасы Тұмар ұлттық телевизиялық байқауына қатысып, үздік өңірлік ток-шоу номинациясын жеңіп алды. Үздік өңірлік ток-шоу Дилмар Жетісу арнасы. Дилмар тележобасының жаңа маусымын әр сенбі сағат 18:00-де Жетісу арнасынан тамашалаңыздар.